тақырыбында ата-аналарға кеңестер ретін ұсынады. Қауіп-қатер жөнінде ескерту ата-ананың басты міндеті. Сол себептен де құрметті ата-аналар, балаларыңызға осы кеңестерді ескертіп айтып отырыңыздар. Алғашқы және маңызды кеңесіміз – бейтаныс адаммен сөйлеспеу. Ешқашан көшеде бейтаныс адаммен сөйлеспе. Бөгде адаммен бірге баруға, сыйлық алуға, автокөлікке отыруға келіспе. Себебі бөгде адам, мейлі ол сені мен сенің ата-анаңды білемін деп айтып тұрса да, сен білмейтін, танымайтын адам. Екінші кеңес – үйдің подъездінде бейтаныс адаммен бірге кірмеу. Егер сенің соңыңнан бейтаныс адам келе жатса, подъездге кірме. Бірдеңе ұмытқандай түр көрсетте, подъезд алдында бөгеліп тұр. Бөгде біреу подъездіңде тұрған жағдайда пәтеріңе жақындама және есігін ашпа. Подъезден далаға шық та көршілеріңе қоңырау шалып, басқа қабаттарда бейтаныс адамдардың бар жоқ екендігін тексеруді өтін. Үшінші кеңес – сіздерге ескертпей үйден кетпеу. Егер де жоспарлары аяқ астынан өзгерсе, балаңызға қайда баратынын, қашан келетінін хабарлауды және телефон арқылы ескертуді үйретіңіз. Төртінші кеңес – жол жүрудегі қауіпсіздік ережелерін сақтау. Қоғамдық жерлерде, мектепте, транспортта қауіпсіздік ережелерін үнемі сақтаңыздар. Сонымен қатар қауіпті жерлерге бармау. Өміріне және денсаулығына қауіпті жерлерде, атап айтқанда, құрылыс жүріп жатқан жерлерде, ескі үйлердің қираған орындарында және тағы басқа да аумақтарға ешқашан ойнамауды ескертіңіз. Келесі алтыншы кеңесіміз – электр тоғынан абай болу. Қосылулы тұрған электр құралына тиіспеңіз және электр вилкасын су қолыңызбен ұстамаңыз. Даладағы трансформаторлық үйшіктерге жақындамаңыз. Қазіргі таңда ғылым мен технологиялардың қарқынды дамуы ақпараттық және медиа кеңістіктің құрылымдарын күрделі ойындар алаңына айналдырды. Нәтижесінде кез келген қоғамдық пікірдің қалыптасуына, бүгінде ғаламторды пайдаланатын миллиондаған адамдардың белсенділігі ықпал етіп келеді. Өкінішке орай мұндай белсенділердің арасында экстремистік және террористік ұйымдардан құралған деструктивті күштер осы кеңістіктің барлық мүмкіндіктерін өз қызметінде оңтайлы пайдаланып отыр. Сол себептен де құрметті ата-ана, балаларыңыздың әлемдік тордағы іс-әрекетін мұқият қадағалап отырыңыз. Балаңызды интернетте емін-еркін жібермеңіз. Интернеттегі қарым-қатынасына, әсіресе меңгеру кезеңіне белсенді қатысуға тырысыңыз. Балаңызбен интернеттің арқасында қандай жаңалық білгені туралы сөйлесіңіз және интернеттің қауіптілігі жөнінде әңгімелесуді ұмытпаңыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.